Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Тұрсынай бүгін сіздерге сүзбе қосылған булочкалардың рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ, ең сәтті, ең дәмді рецепт. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Бізге қажетті ингредиенттердің мөлшерін барлығын төменге жазып қоямын. Алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүттің үстіне бір кесе қантты салып, 2 жұмыртқаны саламыз. Дәміне қарай тұз және құрғақ ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырып, және де аз-аздан ұн сеуіп қамыр илейміз. Бізде жұмсақ, жақсы қамыр шығу керек. Осы қамырды илеп жатқанда, алдымен венчикпен араластырып, одан соң қолмен илейміз. Қамырымызды жақсылап илегеннен кейін, бөлме температурасындағы сармайымызды салып, қамырымызды араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз жақсы көтерілу үшін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағат жарымға қоямыз. Әзірге салмасын жасаймыз. Оның да ингредиенттердің барлығын төменге жазып қоямын. Ең алдымен сүзбеге қантты қосамыз. Оның үстіне қаймақты салып, және 1 жұмыртқаны қосамыз. Барлығын жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде осындай сүзбелі масса шығуы керек. Біздің салмамыз дайын болды. Қамырымыз да жақсы көтеріліп қалды. Мен жылы жерге қойған кезде именно пешке қоямын. 30 градуста 1 сағаттың ішінде жақсы көтеріледі. Жақсы осылай көтерілген қамырды алып видеода көрсетілгендей кішкене илейміз. Қамырды осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен шамамен 10-14 шаріктер жасап бөліп шықтым. Бізде сонша бөлке, яғни сүзбелі бөлкелер шығады деген сөз. Дайын шариктерді алып оқтаумен илейміз. Қамырымыз орташа қалыңдықта болуы тиіс. Енді осы қамырымыздың ортасына сүзбелі начинкамызды 2 ас қасықтай салып, гүл тәрізді форма жасаймыз. Көптеу салсаңыз да болады. Ең бастысы ағып кетпеуі керек. Барлығын жасап шығамыз. Сіздер өз қалауынша жасасаңыздар болады. Маған өзіме гүл тәрізді формасы ұнаған соң, солай жасап шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің отбасыма, балаларыма барлығына да ұнады. Құрметті көрермендер, қазақ тілі каналының дамуына аз да болсын өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да басқа кереметтер рецепттермен бөлісетін боламын. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться бұтырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Міне қараңыздар, осындай жұмсақ үлпілдек әдемі болып көтеріліп пісіп шығуы тиіс. Салмасын мен әдейі көп қылып салдым. Үйде пісірген кезде мен салмасын көп қылып жасаған жақсы көремін. Қамыры өте жұмсақ, сондай керемет мамықтай болып пісіп шықты. Дәмі де өте керемет. Менің отбасыма, жолдасыма барлығына ұнайды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Әзірше пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Менде мына жерде жұмыртқаның сарыуызына кішкене 1-2 тамшы сүтті қосып араластырып аламыз. Дайын булочкаларымыздың үстіне жан-жағына кесочкамен жағып шығамыз. Біздің бөлкелер піскен кезде қызарып, әдемі болып пісу үшін қажет. Енді осында 180 градуста шамамен 30-40 минутта пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз. Қызарғаннан кейін суытып аламыз. Менде қазір қатты ыстық болып тұр. Піскен соң осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Одан да дәмді әдемі болып көрінеді. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.